Қайырлы күн, құрметті көрермендер, арнама қош келіпсіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді үгітілмелі қаттама жасайтын боламын. Бейнемде менімен бірге соңына дейін болыңыздар. Бұл видео ұзақтау болып келеді, себебі видеода барлығын толықтай көрсетіп өтем. Ал арнама тіркеліп алыңыздар. Ал ендеше бастайық. Ең алдымен бір дана жұмыртқамызды және газдалған сусынымызды қосамыз. Газдалған сусын жоқ болса, мұздай салқын суымызды қоссаңыздар болады. Және тұз қосамыз. Тұз қосқаннан кейін арадан реакция жүреді, жақсылап араластырып жібереміз. Осындай көбік пайда болады. Содан соң електен өткізілген ұнымызды саламыз. Ұнымыздың барлығын бірден салып жібермейміз. Жарты бөлігін салып, солай қамыр илеп аламыз қолымызбен. Ұнымызды бейнеде көргендеріңіздей аз-аздан сала отырып, қамырымызды илеп аламыз. Ұн плюс-минус 50 грамм жүреді. Өйткені әрбір ұнның тығыздығы әртүрлі болып келеді. Менде бірінші сұрыптағы пионер ұнын пайдаландым. Сіздер өздеріңіз күнделікті қолданып жүрген, үйреніп қалған ұндарыңызды пайдалансаңыздар болады. Қамырды жақсылап илеп аламыз, түйіршік қалмайтындай қылып, әдемі қылып илеп аламыз. Жайған кезде әдемі жайылатын болады. Артық түйіршіксіз илейміз. Содан соң таразға тартып аламыз. Жалпы қамырдың массасы 1 кг 500 грамм шықты. Енді осы қамырды теңдей 2 бөлікке бөліп аламыз. Таразға тартпай-ақ көз мөлшерде зуала жасап жая берсеңіздер болады. Егер де сіздер тапсырысқа қабылдасаңыздар, міндетті түрде таразға тартыңыздар. Сонда қамырларыңыз біркелкі болып шығатын болады. Енді пакетке орап, тыңғанша қойып қоямыз. 10 немесе 20 минутқа қалдырамыз. Сонда қамырларыңыз бірден жайылатын болады. Арадан 20 минут өтті, қамырымыз дайын. Енді осы қамырды қараңыздар, жұмсақ болып шықты. Ұнымызды сеуе отырып, еттің қамырын жайған сияқты жайып аламыз. Жұқа қылып үлкен зуала шығады. Осы зуаланы тағы 2 бөлікке бөліп жайсаңыздар болады. Егер де сіздердің оқтауларыңыз кішкене болса, мен сразу 2 бөлікке бөліп жайып алдым. Үлкен зуала шықты. Жұқа қылып жаясыздар. Қолымызбен осылай басып шығамыз. Қамырымыздың дөңгелекше формасын жасап аламыз. Сонда жайған кезде ровно шығу үшін осылай жасап аламыз. Қамырдың жайғанын толықтай көрсетіп кеттім, себебі енді жайып жүрген қыз-келіншектерге осы видеоны арнадым. Осылай бейнедегідей ұнды молынан сеуіп, оқтаудың көмегімен орап, екі шетін салмақ баспай басып, сағаттың тіліндей айландыра отыра жайып шығамыз. Өте оңай, сіздер де үйреніп алыңыздар. Қамырды жайып алдық. Қатты қалың емес, қатты жұқа емес, орташа қылып жайып аламыз. Содан соң ерітілген сары майымызды барлық жеріне біркелкі қылып жағып шығамыз. Майды барлық жеріне жағып алдық. Енді осы сәт маңызды. Оқтаумен осылай тығыз етіп жақсылап орап аламыз.
Қаттаманың түрлері де көп. Осылай оқтаумен орасаңыздар, қатпарлары өте керемет болып шығады. Қалған бөлігіне жақсылап майымызды жағып шығамыз. Майдың проценті 82% болу керек, немесе тоң маймен жасасаңыздар да болады. Мен тоң маймен балдарым жемегендіктен 82% маймен жасадым. Өте дәмді болып шықты. Содан соң ортасынан тура осы бейнедегідей кесіп шығамыз. Содан соң қолымызбен осылай арасын ашып шығамыз. Ендігі кезекте ортасынан теңдей бөлікке бөліп аламыз. Енді осы бөліп алған қамырымызды және 3 бөлікке бөлеміз. Теңдей қылып, лента тәріздес қылып бөліп аламыз. Енді әрбір кесіп алған бөлігін осылай видеода көрсетілгендей тығыз қылып орап шығамыз. Осы әрбір ораған бөлігі массасы 150-170 граммдай болу қажет. Егер сіздер тапсырысқа жасайтын болсаңыздар, 150 граммдай болу қажет. Егер де үйге жасап жатсаңыздар, осылай орап көз мөлшерде жасай бересіздер. Өте қатпарлы болып шығады. Осы рецептпен жасап көріңіздер, және бір жасағаннан сәтті болып шығады. Және жасап көрсеңіздер, комментарий бөліміне пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Видео өте ұзақ болып шыққан, себебі барлығы нақты рецепт бойынша көрсетілген. Сіздерге ұнады деп ойлаймын. Қатпарлы қаттаманың үгітілмелі қамыры дайын болды. Осылай бейнедегідей орналастырып шығып, бетін пакетпен немесе пищевой пленкамен орап, холодильникке майы сіңгенше қойып қоямыз 30 минут аралығында. Екінші қамырымызды да дәл алдыңғы этапта жайып алғандай жайып аламыз. Содан соң ерітілген сары майымызды жағып шығамыз. Жарты бөлігіне майымызды жағып шықтық. Енді бұны ерекшелеу қылып, осылай самсаның қамырын орағандай орап шығамыз. Екі түрі де өте керемет болып шығады. Ыңғайыңызға қарай орай бересіздер. Бұл классикалық түрін жасадым мен. Сіздер егерде аскөк қоссаңыздар болады салмасына. Мен барлығын тоңазытқышқа сақтаймын, морозильникке салып қоямын. Егер сіздер қонақ күтетін болсаңыздар, алдын ала осылай жасап морозильникке сақтасаңыздар болады. Өте көп уақытқа сақталады. Кәдімгідей қатпарлы қамыр. Сіздер де жасап көріңіздер. Екінші бөлігіне осылай тегіс қылып және қалған майымызды жақсылап жағып шығамыз. Шетінен майымызды жағып алған соң осылай тығыз қылып орап шығамыз. Екі түрі де өте күшті болып шығады. Самса тәріздес қылып орағанда және оқтаудың көмегімен орағанда өте күшті болып, қатпарлы болып шығады. Рулет тәріздес қылып осылай тарелкаға орналастырып шығамыз. Содан соң бетін пищевой пленкамен орап 30 минут аралығына бұны да қалдырамыз майы сіңгенше. Сол аралықта жүгері крахмал біраз қасық, ұнды біраз қасық қосып, екеуін жақсылап араластырып аламыз. Бұл қамырды жайып алғанда осыны пайдаланатын боламыз. Сонда қатпарлы қамырларымыз қытырлақ, өте керемет үгітілмелі болып шығады. Егер де жүгері крахмалы жоқ болса, кәдімгідей ұнмен жайсаңыздар да болады.
Қатпарлы қамырымыз дайын болды. Ұн мен крахмалды пайдаланатын боламыз. Сеуіп, осылай жан-жағын басып отырып, думалақ пішінде қылып жайып аламыз формасын. Өте керемет болып шығады. Мен осылай жайып алдым. Қатпарлары бұзылмай, әдемі болып жайылады. Екінші қаттамамызды да дәл осылай ұным мен крахмалымызды сеуіп, осылай оқтаумен басып отырып жайып шығамыз. Өте оңай, уақыттарыңыз үнемделеді. Дәл осылай тапсырысқа жасасаңыздар болады. Осылай пакетке салып, бетін орап, морозильникке сақтап қоясыздар. Кез келген уақытта ыстықтай қаттама жегілеріңіз келсе алып пісіріп жей бересіздер. Өте дәмді. Және бұны мұз күйінде ерітпей пісірсеңіздер де болады. Ертіп пісірсеңіздер де болады. Ыңғайларыңызға қарай пісіріп жей бересіздер. Өте қатпарлы, қатпарын жоғалтпайды. Қай уақытта пісірсеңіздер керемет болып шығады. Сіздерге бұл мастер-класс тегін, осылай тапсырысқа жасап қойсаңыздар да болады. Екінші қатпарлы қамырымыз дайын болды. Енді осы қамырды теңдей бөліктерге бөліп аламыз. Бұны да таразға тартып 150 грамм шамасында бөліп алсаңыздар болады. Мен көз мөлшерде бөліп алдым. Алдыңғы етаптағыдай ортасынан теңдей бөлікке бөліп аламыз. Содан соң арасын ашып, осылай бейнедегідей кесіп аламыз көз мөлшерде. Содан соң осылай екі жағынан майыстырып бір-біріне қамырды біріктіреміз. Осындай қатпарлы қамыр болып шығады. Екеуі де өте күшті, жасап көріңіздер. Қатпарлы қамырымызды дайындап алдық. Ұн мен крахмалды сеуе отырып, оқтаудың көмегімен жайып аламыз. Біркелкі қылып, осылай бірінші етаптағыдай жайып шығамыз. Барлық қаттамалардың формасын жасап алдық. Енді тапамызға 3 ас қасық көлемінде май құямыз, сұйық майымызды. Майымыз қызғаннан соң қаттаманың қамырын салып пісіре береміз. Тапамыздың астын жай отқа қоямыз. Қатты отқа қоймаймыз. Шикі болып қалады, ортасы піспей қалады. Екі жағында тез қызарып кетеді, ортасы шикі болып қалады. Сондықтан да орташа отқа немесе орташадан төмен отқа қойып пісірсеңіздер болады. Және айта кететін жайт, пісіріп жатқан кезде қолдарыңыздың көмегімен немесе вилкамен айландыра отырып пісіріп аламыз. Сонда барлық жері біркелкі пісетін болады. Өте дәмді болып шығады. Қараңыздаршы, өте қатпарлы болып шыққан. Иісі керемет, дәмі де өте керемет болып шықты. Екінші қаттамамызды да тура бейнедегідей пісіріп аламыз. Сұйық майымызды құйып, қамырымызды салып, осылай қолымызбен айландыра отыра пісіреміз. Сонда барлық жері біркелкі пісетін болады. Қараңыздаршы, сода еш нәрсе қоспаса да өзі көтеріліп, әдемі болып пісіп жатыр. Осылай көтерілген кезде бірінші беті піседі, екінші бетіне аударамыз. Уже қаттамамыз пісті, себебі бұл видео қысқартылған видео. Қараңыздаршы, өте керемет. 4 данасын пісіріп алдым. Қағанын пакетке орналастырып, морозильникке салып қоямын. Қалаған кезде екеуін пісіріп, свежий қылып пісіріп жей бересіздер шетінен. Қараңыздаршы, дыбысы қалай естіліп жатыр, қатпарлы болып шықты. Өте керемет. Ауызашарға жасап көріңіздер. Мен 4 данасын ауызашарға жасадым. Өте дәмі керемет болып шықты. Қараңыздар, арасы піскен. Алдағы уақытта сіздерге морозильникте тұрған қатпарлы қамырды пісіріп кететін боламын. Менің видеоларымды жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп алыңыздар. Және рецепт ұнаса, достарыңызбен бөлісіп, комментарийға ой пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Мен өте қуанышты боламын.
осылай балғын күйінде күнделікті пісіріп жей бересіздер. Сіздермен болған Жансая, сау болыңыздар.